Бәріңе сәлем достар, және бүгінгі видеода бізде танысу, менімен танысу болады, яғни тег менімен танысу. Және бұл жерде менде деген сұрақтар қойылады. Мен ол сұрақтарды өзіме қоймай, әшейін оларға жауап беремін. Ал ендеше біз кеттік. Менің атым Сабина. Менің жасым 10-да. Мен 4-ші сынып оқимын. Мен домбыра үйірмесіне, тігін үйірмесіне және ағылшынға қатысамын. Және де оркестрға. Менің өзімнің жеке телефоным бар. Мен видео түсіргенді жақсы көремін. Сабақта пересіз айтқанды жақсы көремін, яғни кітапты оқып түсінгенімді айтқанды жақсы көремін. Сабақта неше түрлі тапсырмаларды жазғанды өте қатты жақсы көремін. Мен қазір түсқайта оқимын. Менің жақын досым және үйімнің қасында жақын тұратын досым ол Айымгүл мен Мөлдір, және олар менің жан достарым. Витаминдер сорғанды өте қатты жақсы көремін. Кір бүктегенді ұнатпаймын, бірақ сонда да маған анам бүктеткізіп қояды. Қазір осы видеодан кейін мен аналарды бүктейтін боламын. Өзімнің шкафымды және жинап қойғанды жақсы көремін, бірақ кей кезде ерінемін. Үй тапсырмай білгенін қаламаймын. Бірақ мен деген үй тапсырмасына түсінгенде айтқанын бергенін қалаймын. Бірақ біз орысша айтамыз. Мен шашымды осылай өріп қойғанды өте қатты жақсы көремін. Неше түрлі жарыстарға қатысуды ұнатамын. Маған влогтар түсірген ұнайды. Және жақын арада түсіруді жоспарлап жүрмін. Мен өзіме біреу прическа істегенді ұнатпаймын. Мен айфоннан қарағанда простой фоткаларды ұнатамын. Өзіме жаңа камера сатып алғым келеді. Және де осы видеоны аяқтаймыз. Достар, білемін, бұл видеода мен кішкене тез сөйледім, өйткені менің планшетімнен түсіріп атқан планшетімнің зарядкасы құртылып жатыр. Сондықтан мен тез сөйлеуге мәжбүр болдым. Және де зарядкасы 21, қазір ол сөніп қалуы мүмкін. Өйткені менің планшетім солай ерте сөніп қалады. Және достар, бұл видео сіздерге қызық болса, лайк басыңдар, менің каналыма жазылыңдар. Және де бұл видео без монтировки болуы мүмкін, өйткені қазір менің монтаж жасауға уақытым жоқ. Бәрақтарыңызға сау болыңыздар, пока.